Қайырлы күн оқушылар. Біз бүгін y-тен болады ax куб функциясымен танысатын боламыз. Алдымен y-тен болады x куб функциясының графигін салып көрейік. Яғни a 1-ге тең болғандағы жағдай. X-ке мән беріп, сәйкес y мәндерін табайық. X-ке 0 берген кезде 0-дің кубы 0-ге тең. X-ке 1-ді берейік, 1-дің кубы 1-ге тең. X-ке 2 бергенде 2-ның кубы 8-ге тең. X-ке минус 1-ді беретін болсақ, минус 1-дің кубы теріс санның тақ дәрежесі теріс сан, яғни минус 1-ге тең. X-ке минус 2 беретін болсақ, минус 2-ның кубы минус 8-ге тең болады. Енді осы нүктелерді координаталық жазықтықта белгілеп графигімізді салайық. 0-де 0 нүктесі координаталар бас нүктесі белгілеп қоямыз. X 1-ге тең болғанда y 1-ге тең болады. Мынау нүкте. Және x 2-ге тең болғанда y 8-ге тең болады. Ол мынау нүкте. X минус 1-ге тең болғанда y минус 1-ге тең. Және x минус 2-ге тең болғанда y минус 8-ге тең. Қажетті нүктелерді белгіледік. Енді осы нүктелер арқылы график жүргізейік. Мінеки графикті жүргіздік. Осы график y-тен болады x куб функциясының графигі болып табылады. Y-тен болады ax куб функциясының графигі кубтық парабола деп аталады. Сонда мына өздеріңіз көріп отырған қисық бұл кубтық парабола. Енді a минус 1-ге тең болған жағдайда графикті салып көрейік. Яғни y-тен болады минус x-тің кубы. X-ке мән беріп y-ті табатын болсақ, x-ке 0 бергенде 0-дің кубы 0-ге тең, y 0-ге тең болады. X-ке 1 берген кезде y минус 1 болады. X-ке 2 берсек, 2-ның кубы 8, алдында минус таңбасымен минус 8 болады. X-ке минус 1-ді берейік. Минус 1-дің кубы минус 1 болады, но минус таңбасымен плюс 1 болады екен. X-ке минус 2 бергенде минус 2-ның кубы минус 8, алдындағы минус таңбасымен плюс 8 болады. Міне бізге қажетті нүктелерді таптық. Енді осы нүктелерді координаталық жазықтықта белгілеп графикті салайық. 0-де 0 нүктесі координаталар бас нүктесі. X 1-ге тең болғанда y минус 1-ге тең болады. 1-де минус 1 нүктесі мынау нүкте. X 2-ге тең болғанда y минус 8-ге тең болады. Ол мынау нүкте. Келесі x минус 1-ге тең болғанда y плюс 1-ге тең болады. Және x минус 2-ге тең болғанда y плюс 8-ге тең болады. Қажетті нүктелерді белгіледік. Енді осы нүктелерді қосып графикті салайық. Міне y-тен болады минус x куб функциясының графигін салдық. Графиктен байқап отырғанымыздай, егерде a-ның таңбасы оң болатын болса, онда кубтық параболаның тармақтары бірінші және үшінші ширектерде орналасады екен. Ал егерде a 0-ден кіші болатын болса, яғни минус x куб жағдайын қарауға болады, онда кубтық парабола тармақтары екінші ширекте және төртінші ширекте орналасады екен. Енді a-ның мәні өзгергенде функция графигі қалай өзгеретіндігіне назар аударыңыздар. a-ның мәні 0-ден үлкен болғанда, яғни бірінші жағдайда a 1-ден үлкен болған кезде функция тармақтары y өсіне жақындай түседі екен. Мінекей көріп отырсыздар, a 6-ға тең болды, a 7-ге тең болды. Ал егерде a-ның мәні 0 мен 1-дің арасында болатын болса, онда функция тармақтары y өсінен алшақтай түседі. Мысалға, мынау жағдай бұл a 0,1-ге тең болғанда, яғни y-тен болады 0,1 x-тің кубы графигі. Енді a-ның мәні 0-ден кіші болған кезде тармақтар екінші және төртінші ширекке ауысады. Бұл жағдайда керісінше a-ның мәні кішірейген сайын функция тармақтары y өсіне жақындай түседі. Міне мынау минус 7 x-тің кубы графигі. Сонымен функция қасиеттеріне тоқталайық. Біріншіден, функцияның анықталу облысы минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі сан аралығы dy тең болады минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейін. Келесі, функцияның мәндер облысы. Мәндер жиыны, яғни бұл y айнымалысының қабылдайтын мәндері. Өздеріңіз көріп отырсыздар, y айнымалысы да минус шексіздіктен
плюс шексіздікке дейінгі барлық мәндерді қабылдай алады екен. Сонда y тең болады минус шексіздіктен плюс шексіздікке дейінгі сан аралығы. Келесі, а 0-ден үлкен болғанда график бірінші және үшінші ширектерде орналасады. Ал а 0-ден кіші болған жағдайда функция графигі екінші және төртінші ширектерде орналасады. Үшінші функцияның таңба тұрақтылық аралықтарын жазайық. А 0-ден үлкен болған жағдайда x 0-ден плюс шексіздік аралығында функция оң мән қабылдайтынын көріп отырмыз. Неке, x 0-ден плюс шексіздікке дейінгі аралықта y-тің мәндері оң болады екен. Ал минус шексіздік пен 0 аралығында y-тің мәндері теріс болады. Келесі а 0-ден кіші жағдайда x минус шексіздікте 0 аралығында y-тің мәндері оң болады. Ал x 0-ден плюс шексіздік аралығында жатқанда y-тің мәндері теріс болады екен. Функция теріс мән қабылдайды. Төртінші, функцияның нөлдерін табайық. Яғни x 0-ге тең болғанда ax куб функциясының мәні 0-ге тең, y 0-ге тең болады екен. Енді мысалдарға тоқталайық. Бізге мынадай тапсырма берілген. A, B, C нүктелері беріліп тұр. Осы нүктелер y тең болады x куб функциясының графигіне тиісті ме деп сұрайды. Егер де нүкте функцияның графигіне тиісті болатын болса, онда осы нүктенің x және y координатасы осы функцияның теңдеуін қанағаттандыру керек. Бірінші, A нүктесін қарастырайық. Координаталары 3-те 27. Y тең болады x куб теңдеуіндегі x-тің орнына 3-ті қойып есептеп көрейік. Сонда y неге тең болады екен? Y тең болады x-тің орнына 3-ті қоямын, 3-тің кубы тең болады 27-ге. Яғни A нүктесінің y координатасы шықты. Ендеше бұл нүкте графикке тиісті. Екінші нүктені қарастырайық. B нүктесі 3-тен 1-де 9-дан 1. Тағы да y тең болады. X-тің орнына 3-тен 1-ді қойып есептейміз. B нүктесінің x координатасын 3-тен 1-дің кубы тең болады. 1-дің кубы 1-ге тең, 3-тің кубы 27-ге тең. Яғни бұл B нүктесінің y координатасына тең болмай шықты. Ендеше B нүктесі y тең болады x куб функциясының графигіне тиісті емес. Келесі үшінші C нүктесін қарастырайық. C нүктесінің координаталары -2-де 8. X-тің орнына -2-ні қойып y-ті табатын болсақ, -2-нің кубы теріс санның тақ дәрежесі теріс санға тең, яғни -8-ге тең. Бұл C нүктесінің y координатасына тең емес. Ендеше бұл нүктеде y тең болады x куб функциясының графигіне тиісті емес. Келесі тапсырма y тең болады 3x квадрат және y тең болады -2x-тің кубы функциялары графиктерінің неше қиылысу нүктелері бар. Бұл тапсырманы орындау үшін біз осы екі функция графиктерін бір координаталық жазықтықта салып көрейік. Алдымен y тең болады 3x квадрат функциясының графигі. Осы нүктелерді белгілейік. 0-де 0 нүктесі, координаталары бас нүктесі, x1 y3-ге тең болатын нүкте. Мынау нүкте, x 2-ге тең болғанда y 12-ге тең болатын нүктені белгілейік. x -1 болғанда y 3-ге тең және x -2 болғанда y 12-ге тең. Мынау нүкте. Нүктелерді белгіледік. Енді графигіміз салайық. Енді y тең болады -2x-тің кубы функциясының графигін салайық. X пен y-тің мәндерін есептейміз. X-ке 0 бергенде y 0-ге тең. X-ке 1 берсек, y -2-ге тең. X-ке 2 бергенде -16. X-ке -1-ді берсек, -1-дің кубы -1 болады. -2-ге көбейтілгенде 2 шығады. X-ке -2-ні берсек, +16 болады. Осы алынған нүктелерді белгілеп график салайық. 0-де 0 координаталар бас нүктесі, 1-де x1-де y -2 деген нүкте, және x -1-де y +2-ге тең. X 2-ге тең болғанда y -16-ға тең. 2-де -16 нүктесі
мынау нүкте. Және x минус 2-ге тең болғанда y плюс 16-ға тең. Минус 2-де плюс 16 нүктесі ол мынау нүкте. Енді осы нүктелер арқылы график салайық. Міне, y-тен болады минус 2x куб функциясының графигін жүргіздік. Енді олардың екі нүктеде қиылысып отырғанын көріп тұрмыз. Ол қиылысу нүктелерінің бірі координаталары бас нүктесі, яғни 0-ден 0 нүктесі. Екінші нүкте. Графикті үлкейтіп қарайтын болсақ, шамамен осы нүктеде қиылысып тұрғанын көруімізге болады. Бұл минус 1,5-те 6,175 деген нүкте екен. Сонымен оқушылар, біз бүгінгі сабағымызда y-тен болады ax куб функциясының графигіменен, қасиеттерімен таныстық. Енді үйден осы тапсырмаларды орындап, бүгінгі өтілген сабақты қайталаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.